удаление зуб. Ойымыз. Сәнесі ұмытты. Басадың ба? Ойын бәрі бөлініп кетті, достар. Сөйтіп, шыққаннан кейін Гүлім екеуміз жарыламыз ғой. Гүлім аузында удаление бар екен, меніңкінде жоқ екен. Сонда, былайынша, менің орныма Гүлім барып тұра салса болады ғой, Гүлім аузында бір тісі жоқ екен, короче. Сол кезде Гүлім өзі де бірінші біліп тұр, аузында бір тісі жоқ екен. Өлә, сөйтіп. Сондай история болған. Сосын тағы да бір история айтып берейін. Ей, Ғайза апаймен болған нәрсені айтайыншы. Жағымсыз сәт кетсе? Жағымсыз? Маған жағымсыз болған жоқ ол. Енді сен жағымсыз сәтің бар ма? Жағымсыз сәтім жоқ. Соған айтайын. Практикада болған ең жағымсыз. Жоқ, колледжде болған ең жағымсыз сәт. Қайттан айтшы. Колледжде болған ең жағымсыз сәт. Колледжде болған ең жағымсыз сәт. Менде онша көп жағымсыз сәттер есімде қалмады ма, білмеймін, қазір есіме түспей тұр. Бірақ осы 4-ші курста 1-ші семестрдің аяғы 31 желтоқсан, как раз жаңа жыл, ертең 1 январь, сол күні математикадан құлайын деп тұрған қыздар болып, бәріміз, короче, келеміз педколледжге, сөйтіп келген кезімізде. Енді бәрін айтпай ақ қояйын, осы группада қыздар айтады, Нұрия, мен, Әйгерім, Айсана, төртеу. Гүлім де бар. Гүлім 5-6 қыз келеміз. Сөйтіп бағасын түзейтінде түзеп, сөйтіп кетеді. Сол кезде бағамызды алмай қалған қыздар болды. Сол алмай қалған қыздар. Енді соның ішінде мен де бармын. Ғайза апай, мен қайтуым керек, анау мынау деп сөйтіп қайтты. Ол енді ойын бәрі бөлініп кетті, әсем. Қалай айтарын білмей жатыр, мына жерін удалить етші, короче. Сөйтіп баға алғаннан кейін короче, адреске қарап, апай баға қоймайын. Жоқ. Қысқаша айтып бәрін айтып керек жоқ. Иә. Короче, маған Ғайза апай сұрақ қояды, мен өзімнен де бар, өзімде сұраққа жауап бере алмай қалдым. Сосын мен қате жауап бергеннен кейін, менен кейінгі қыздарды апай тыңдағысы келмеді. Менен кейін очередке тұрып қалған ғой, енді Айсана, Әйгерім, Нұрия дегендей. Сөйтіп апай тұрады, киінеді, шығады, колледжден общагадан шығады. Біз апайдың артынан ерек деп бәріміз апайдың артынан жүгіреміз. Апай бүйтіп педколледжден шығады, бүйтіп Адеске барады. Біз де Адеске дейін барамыз, Адестің ішіне кіреді. Адестің ішіне кіріп, магазинге кіріп, қарап жүреді. Біз де апайдың артынан еріп жүреміз, сосын бір кезде отырады, шығып кетеді, еш нәрсе алмайды. Сөйтіп машинасына отырады. Машинасына отырғаннан кейін қыздыр отты ма білмеймін енді. Дәл алдымызда машинада Ғайза апай отырды рульде. Біз төртеуміз, Айсана, Нұрия, мен, Әйгерім төртеуміз қарама-қарсы бүйтіп көзіміз мөлдіреп қарап тұрдық. Даканса қарап тұрдық. Апай жүріп кетпегенше қарап тұрдық. Сөйтіп Ғайза апай тұрды да деп айтты. Сөйтіп айтты. Қош болды. Жоқ, сөйтіп айтты. Сосын оны мен негізі көрген